Сәлеметсіңдер ме оқушылар, бұл 3 сынып математика пәні 65-ші сабақ, өзіңді тексер. Білу тапсырмасы. Тік төртбұрыш пен шаршының ауданын табуға арналған формуланы жаз. Тік төртбұрыштың ауданын табу үшін оның ұзындығы мен енін көбейтеміз. Ал шаршының ауданын табу үшін оның 2 қабырғасын көбейтеміз. Немесе 1 қабырғасының квадратын анықтаймыз. Келесі түсіну. Есепте формулаларды жаз. Бірінші фигура тік төртбұрыш, ұзындығы 9 см, ені белгісіз, ауданы 63 см квадрат. Тік төртбұрыштың ауданын табудың формуласын жазып қойдым. S тең А көбейту Б. Мұндағы А ұзындығы, Б ені. Осы формуладан Б-ны табамыз. Б тең S бөлу А болады. S ауданы 63 см квадратқа тең. Бөлу А тең 9 см-ге. 63-ті 9-ға бөлгенде 7 см болады. Б тең 7 см-ге. Ені 7 см-ге тең. Екінші фигура, ұзындығы белгісіз, ені 8 метр, ауданы 64 метр квадрат. Екінші фигура шаршы. Шаршының ауданын табудың формуласын жазып қойдым. S тең А көбейту А, немесе А-ның квадраты. Осы формуладан А-ны табамыз. А тең S бөлу А болады. А тең ауданы 64 метр квадратқа тең, бөлу А 8 метрге. 64-ті 8-ге бөлгенде 8 метр болады. А тең 8 метр. Ұзындығы 8 метр болады. Келесі қолдану. Ұзындығы 45 мм болатын кесінді сыз. Оның ұштарын А және Б әріптерімен белгіле. Міне, ұзындығы 45 мм болатын кесінді сызамыз, және оның ұштарын А және Б әріптерімен белгілейміз. А нүктесінен радиусы кесіндінің ұзындығына тең шеңбер сыз. А нүктесі шеңбердің центрі болады, Б нүктесі шеңбердің шеті болады. Осыдан айналдырып шеңбер сызамыз. Сонда шеңбердің радиусы R тең А, Б кесіндісіне. Ол 45 мм-ге тең. Міне А, Б кесіндісі, оның ұзындығы 45 мм. Келесі талдау. Тік төртбұрыштардың ауданына қара. Мүмкін нұсқаларды ата. Бұлардың ішінде шаршы бар ма? Бірінші фигураға қараймыз. Ұзындығы ені белгісіз, ауданы 12 см квадрат. Ауданы 12 см квадрат болса, ұзындығы 4 см, ені 3 см болуы мүмкін. Сонда ауданын табамыз. Ол үшін 4-ке 3-ті көбейтеміз. Сонда 12 см квадрат болады. Немесе S тең ұзындығы 6 см, ені 2 см болуы мүмкін. 6-ға 2-ні көбейткенде 12 см квадрат болады. Үшінші жағдай, ұзындығы 12 см, ені 1 см болуы мүмкін. Сонда 12 көбейту 1 тең
12 сантиметр квадратқа. Екінші фигураға қараймыз. Ұзындығы мен ені белгісіз, ауданы 14 сантиметр квадрат. Сонда ұзындығы 7 сантиметр, ені 2 сантиметр болуы мүмкін. Ауданын табу үшін ұзындығы мен енін көбейтеміз. 7-ге 2-ні көбейткенде 14 сантиметр квадрат болады. Немесе ұзындығы 14, ені 1 сантиметр болуы мүмкін. А 14-ке, Б 1-ке. 14-ке 1-ді көбейткенде 14 сантиметр квадрат болады. Үшінші фигурада ұзындығы мен ені белгісіз, ауданы 16 сантиметр квадратқа тең. Сонда ұзындығы 4 сантиметр, ені 4 сантиметрге тең болуы мүмкін. Ауданын табу үшін 4-ке 4-ті көбейтеміз, 16 сантиметр квадрат болады. Келесі, ұзындығы 8 сантиметр, ені 2 сантиметр болуы мүмкін. Ауданын табу үшін 8-ге 2-ні көбейтеміз, 16 сантиметр квадрат болады. Үшінші нұсқа, ұзындығы 16, ені 1 сантиметр болуы мүмкін. Ауданын табу үшін 16-ға 1-ді көбейтеміз, 16 сантиметр квадрат болады. Бұлардың ішінде шаршы бар ма? Үшінші фигурада ұзындығы мен ені 4-ке тең болған жағдайда бұл шаршы болады. Жинақтау. Ұзындығы 6 сантиметр, ені 3 сантиметр болатын тік 4 бұрыш сал. Оны 1/2 тік бұрышты 3 бұрышқа бөл. Әрбір тік бұрышты 3 бұрыштың ауданын тап. Неге бірдей нәтиже алынғанын түсіндір. Ұзындығы 6 сантиметр, ені 3 сантиметр болатын тік 4 бұрыш салдық. Енді оны 1/2 тік бұрышты 3 бұрышқа бөлеміз. Бірінші тік бұрышты 3 бұрыш, екінші тік бұрышты 3 бұрыш. Енді олардың аудандарын табамыз. Ең алдымен тік 4 бұрыштың ауданын табамыз. Тік 4 бұрыштың ауданын табу үшін ұзындығы мен енін көбейтеміз. 6 көбейту 3 тең 18 сантиметр квадрат. Енді тік бұрышты 3 бұрыштың ауданын табамыз. Оның ауданын табу үшін 18 сантиметр квадратты 2-ге бөлеміз. Сонда 9 сантиметр квадрат болады. 2-3 бұрыштың да ауданы 1/9 сантиметр квадратқа тең. Өйткені біз тік 4 бұрышты теңдей 2 бөлікке бөлдік. Бағалау. Нүктелер дұрыс орналасқан ба? Тексер. Берілген нүктелердің дұрыс координаталарын жаз. А нүктесіне қараймыз. 1 мен 2-ге сәйкес келеді. 1 мен 2. В нүктесіне қараймыз. 6 мен 9-ға сәйкес келеді. 6 мен 9. С нүктесі 6 мен 5-ке сәйкес келеді. 6, 5. Д нүктесі 5 пен 4-ке сәйкес келеді. 5 пен 4. Е нүктесі 9 пен 1-ге сәйкес келеді. 9 пен 1. Сонда 9-да 1 дұрыс, 1-де 3 дұрыс емес, 1-де 2 болуы керек. 6-да 5 дұрыс, 4-де 5 дұрыс емес, 5-де 4 болуы керек. 6-да 10 дұрыс емес, 6-да 9 болуы керек.